жануардан бұрын Даджал деген қиямет сағатының үлкен белгілерінің бірі. Сол туралы біраз әңгіме қозғауымыз қажет болып отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қозғағандықтан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан: менен бұрын жіберілген күллі пайғамбар Даджалды ескерткен дейді өзінің үмбетіне. Тіпті Нух пайғамбардың өзінің қауымына осы Даджалды ескерткен. Алайда олар ол жайында көп сөйлемеген. Ал мен сендерге біраз нәрселерді айтып берейін дейді. Қиямет сағатының алдында Даджал шығардан алдын 3 жыл қуаңшылық болады. Құрғақшылық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: Аллах тағала 3 жылдың бірінші жылында аспанға бұйырады: жылдағы жауатын мөлшеріңнің 1/3 ұстап қал деп. 2/3 жауады. Жылдағыға қарағанда жерге де әмірін түсіреді. Жер жылдағы шығаратын шөбіңнің, ризығыңның 1/3 ұстап қал дейді. Екінші жылы аспанға бұйырады: 2/3 ұстап қал деп. Жерге бұйырады: ризығыңның 2/3 ұстап қал деп. Үшінші жыл бір тамшы жаңбыр жаумайды дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Толық ұстап қалады. Жердің бетінде ешқандай шөп шықпайды. Күллі жануарлар қырылады. Сол кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сахабалардан бір айтады: Аллахтың елшісі қайтып өмір сүреді адамдар онда. Сол жылы Аллах тағала әдеттегі өздерің айтып жүрген субханаллах, вальхамдулилlah, ла илаха иллаллаху, аллаху акбар сөздерінің кереметтерін көрсетеді дейді. Сол сөзді айтумен мұъминнің қарны тоқ болады дейді. Бұл Даджалдың алдында Алла тағала осындай сынақты әкеледі. Аштықтың кезінде кім дінін сатады? Болды ғой, өзімізде де аштықтың кезінде өздеріңіз білесіздер тарихта адам қандай нәрсеге баруы мүмкін екендігі. Сөйтіп имандылар жаңағы Алланы дәріптеу сөздерімен Алланың өзіне ғана мұқтаждық танытқандай имандары мықты осындай кереметтерді көреді. Кейін Даджал шығады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай: «Ма байна адам иля ан тақума ас-саа хулқун акбару мин ад-даджал». Адам алейхиссаламның жаратылысын есептегенде дене бітімін, қиямет сағатына дейінгі жаралатын адамдардың дене бітімін есептегенде сол екі арада Даджалдың жаратылысынан үлкен жаратылыс болмайды дейді. Қазір көп Голливудтың кинолары неше түрлі нәрселерді шығарып, адамдарды қызықтырып жүр ғой, қаншама адамдарды болмайтын киноларды шығарып, жаңағы халық дейді, Кинг-Конг дейді дегендей нәрселер. Алла тағала көкесін көрсетеді ақиқаттың. Өте үлкен адам болады. Бір көзі жапсырылған соқыр, мен құдаймын деп шығатын. Оның есегі өте үлкен болады. Кезіндегі Адам алейхиссаламның кезіндегі сиырлардың, есектердің, жылқылардың көлемін кімде-кім білгісі келсе, сол заманда кім тірі болса, сол көреді. Алла тағала көліктің ішінде оған есекті ғана берген дейді. Басқасын оған дұрыс көрмей, тек қана есекті берген дейді. Сол есегінің үстінде отырып, жердің бетін өзіне табынуға шақырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, ол сөйлейтін сөзі: «Ана роббукум», мен сендердің раббыларыңмын. Жердің бетіне Алла тағала осындай бір үлкен сынақты жасайды. Оған күллі мүмкіндіктерді береді. Азғыру өте үлкен дәрежеде болуын қалап, ол азғырғандықтан, оның азғырулары сондай сұмдық болғандықтан таймайды адам жолдан. Адам пиғылы дұрыс болмағандықтан таяды, қай заманда болмасын. Сонда сол Харасан деген жерден шығатын айтқан Пайғамбарымыз. Харасан деген жерді бәріңіз білесіздер. Харасаннан шығады дейді. Оны бүгінгі күнге дейін күтіп отқан иудейлер бар. 70 мың иудей өздерінің рәсімдік киімдерін киіп, әрқайсысы қолына қару алып, біздің күткеніміз келді деп артынан ереді. Сондай-ақ олардың соңынан, оның соңынан қаншалаған түркі халықтар ереді. Ойлай беріңіз. Біз мақтанамыз ғой тарихымызбен. Шыңғысханның қасындағы әскердің бет әлпетін қалай сипаттаса, Даджалға еретіндердің де бет әлпетін солай сипаттаған. Осымен жердің бетін аралайды. 40 күн болады деген. Жердің бетінде 40 күн болады. Бірінші күні 1 жылдай созылады. Екінші күні 1 айдай, үшінші күні 1 аптадай, қалған күндері өздерінің күндеріндей дейді. Сол кезде сахабалардың ақылына таң қаласың.
ақылдың қуаттылығы деймін да. Осындай нәрсені айтып отқан кезде олар пайғамбарымызға саллаллаху егер әуелгі күні бір жылдай десеңіз, сонда бір жылда 5 уақыт намаз оқылама, намазымыз қалай болатын болды дейді. Намаз сұрап отыр. Біз намаз сұрамас едік, біз ары қарай айта беріңізші деп айтатын едік. Өйткені біз ақылдан гөрі көңіл қалауына ерген мұсылмандарданбыз. Біз көбінесе көңіліміз басқарады бізді, ақыл емес. Ақылдың ақиқатын әлі танып та үлгерген жоқпыз біз көбіміз. Сондықтан намаз қалай болады дегенде пайғамбарымыз саллаллаху жоқ, сол өлшемдеріңмен өлшейсіңдер. Қысты күні, жазды күні әрбір 2 намаздың арасындағы сағаттар естеріңде болу керек. Сонша сағат өткеннен кейін келесіне оқып отырасыңдар дейді. Осылайша бір жылдың намазы оқылады. Одан кейін бір айда солай оқылады, одан кейін бір аптада солай оқылады. Одан кейін қалған күндері өздерінің күндерімен бірдей дейді. Кәдімгідей Алла Тағала жердің бетіне сондай сынақта келеді. Даджал өзінің үлкен есегінің үстінде. Артына пайғамбарымыз саллаллаху айтып отыр. Су деген өзенді ертеді дейді артына. Өзіңіз ойлаңыз. Өзен еріп жүреді. Нан, ет, ризық деген нәрсе жетеді. Міне. Осындай бір Алла Тағала сынақ жасайды жердің бетіне. Сөйтіп оның жәннат деген өзені болады, және от деген өзені болады. Жәннат деген өзені күллі көзі көретін адамға мөп-мөлдір тұщы су болып көрінеді дейді. Ал от дегені лапылдап тұрған от болып көрінеді. Сендердің біреулерің сол жерге кездесіп қалсаңдар деп отыр. Ол енді ұстап алса, өйткені көбінесе мұсылмандар қашады. Пайғамбарымыз саллаллаху айтқандай, тауларға қашып паналайды деген. Кездесуден қорқып, өйткені иманнан тайып кету оп-оңай. Әп-сәтте. Сонда жаңағы суына байланысты кездесіп қалсаңдар, әлгі от дегеніне барыңдар дейді. Лапылдап тұрған отқа кәдімгі пайғамбарымыз айтып отыр. Валиғумит айнейхи, кім барса 2 көзін жұмсында, басын еңкейтіп, от дегеннен ішсін дейді. Сол кезде салқын суды табады дейді. Сынақты көрдіңіз ба қалай жасалған? Соған сенбей қалу мүмкіндігі бар. Абай атамыз айтады ғой, біздің қазақ дейді, Аллаға да ақыретке де бұлыңғыр сенеді дейді. Бұдан кейін қандай нәрсеге сендіре аласың? Бұл бұлыңғыр сеніммен түгеліміз кетеміз жерге. Сондықтан жәннат дегені ол от дейді, күйдіріп жібереді дейді бірден. Пайғамбарымыз күллі нәрсесін айтпаса да кейбір нәрселерін айтып отыр. Әрбір ауылға барады да шақырады. Мен сендердің раббыларыңмын деп. Сол ауылдың көсемі шығады. Қаланың көсемі келеді. Қаланың жаңа көсемін айтады. Егер де ата-анаңды көз алдың алып келсем қазір, сенесің бе менің сенің Раббың екендігіме дейді. Әрине сенем дейді. Ата-анаға деген махаббат, ата-ана деген махаббатпен жыға салуы мүмкін болды. Сонда әрине сенем деген кезде оның қасына Алла Тағала шайтандарды қосып берген дейді. Адамдардың көздеріне көрінбейді. Сол жерде 2 шайтан бірден жаңағы жігіттің әкесі мен анасын айналып, «Я бунайя, иттабиху, я балақайым, балам, ер оған, ер, осы сенің құдайың осы» деген кезде еріп кетеді. Куәлік бердім, сен менің құдайым екендігіңе дейді. Қана қандай нәрсе келе жатыр алдымызда. Содан жаңағы адам бүкіл халқына барады да, жаңағыны паш етіп, дәріптеп, жарнамалап сөйлейді. Ауыл кіреді. Ауыл кірген кезде бізге не істей аласың дейді. Қараңдар дейді. Аспан жаңбырыңды төк дейді. Алла Тағала істейді ан жақтан. Алла жаңбырды төгеді. Бұл өзімен өз алданып жүр құдаймен деп. Алла Тағала бұны сынақ қып жіберіп отыр. Сол күнге дейін Аллаға сеніп үлгермеген адам енді сондай нәрсеге сенбегенде қайтеді. Аллаға сен десең, ағашқа барып жіп байлаған оған артық. Аллаға сыйын десең, бір қабырдың басына барып сыйынған оған артық. Мына пайғамбарымыздың дұғасымен емделе сал десең, орыстың кемпіріне барған оған артық. Осындай нәрседен кейін ол. Даджалыңның қасында ойнап қалады бұл нәрселерің. Анау дегенің кәдімгідей. Алла Тағала дүниеде сиқырдан не қалды? Көріпкелдердің ісінен не қалды? Сәуегейден не қалды? Технология, ғылыми технологиядан не қалды? Қалған бәрін соның қолында болады. Азғырғанда азғыру өте үлкен дәрежеде болады. Сөйтіп аспан жау дегенде Алла Тағала жаудырып аспан жауады. Ей жер дейді Даджал. Кәне гүлдеші дейді. Сөйтіп өсімдіктер көз алдарында.
Ал енді малдарыңды жіберіңдер дейді. Аналар малдарын жібереді. Сиыр, қойлары, түйелері, жылқылары бір күннің ішінде желіні толып, семіріп, етті болып, күлліс иманға келеді. Дәджалға деген иманға, Аллаға деген күпірлікке. Осылайша оның қозғалысы қандай болар екен? Аллахтың елшісі деп сахабалар сұраған. Соғысқа дайындалып үлгеру үшін. Қозғалысы нөсер мен бұлтты айдаған желдің жылдамдығындай болады дейді. Яғни теледидарда сіздер ана ауа райын айтатын синоптиктердің айтуы бойынша осындай жерде жаңбыр жауды, ертең осы жаққа келеді екен дейді. Жердің бүкіл бетін аралайды, жылдамдығы өте үлкен. Күллі жердің бетін 40 күннің ішінде азғырып біту керек. Күллі жердің бетін Құдайдан бетін қайтарып, өзіне қарай сыйындырып, өзіне табындырып үлгеру керек. Иудейлерді білесіздер, Мұса алейхиссалам Фирғауыннан алып шыққаннан кейін бұзауға сыйынып кеткендерін. Оп-оңай. Отарланған ел білімсіз қалғаннан кейін бірден бұзауға сыйынып кеткен. Сол секілді Даджал сондай бір сұмдықтарды жасайды. Бүкіл жердің бетін аралайды. Мұъминдердің көбісі тауларға қарай жасырынып паналайды дейді. Мықты мұъминдер де болады. Мықты, соғысатын. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан, Даджалға қарсы соғысатын үмбетімнің бір тобы, ол Араб жазирасындағы Тамим тайпасының адамдары дейді. Бұлар соғысқанда ешкім соғысамайды дейді Даджалға қарсы. Сол жердің бетін сондай шығып келатқан кезде 4 жерге пайғамбарымыз саллаллаху айту бойынша Әл-Масжидул Харам, Әл-Харам мешітіне, Меккеге кіре алмайды. Пайғамбарымыздың Әл-Масжидул Набауи, пайғамбарымыздың Мединасына кіре алмайды. Әл-Масжидул Ақса, Ақса мешітіне кіре алмайды. Және Раббысы Мұсамен сөйлескен Тұр тауына кіре алмайды. Қалған жердің бәріне кіріп істейді. Мединаға келеді дейді. Пайғамбарымыздың Мединасына келіп, Мединаны қорламақшы болады. Алайда оның дәл сол күні 7 есігі болады дейді қалаға кіретін. Пайғамбарымыз ғайыпты айтып жатыр. Әрбір есігінің қасында періштелер бар, қаруланған. Кіре алмайды, қорқады. Ухуд тауының қасына қарай кетеді дейді. Сол жерде бір тұзды, шөп өспейтін бір жер болады. Сол жерге әскери қонысын қондырады. Тура Шыңғысханның кезінде қалай болды? Әскер, жендеттер толған жердің беті Даджалдың әскері, өзіңіз ойлаңыз. Қасында жендеттер жүр, күллі қарулар, күллісі оны Құдай дейді. Роббуна деп сөйлейді, Раббымыз біздің деп. Сонда Мединаның ішінде, біз Медина дегенде өзімізді де елестете салайық. Мединаның сыртынан күтіп отырады. Сөйтіп мединалықтардың ішінде одан қорқпайтындар болады. Иманы беріктер, сондай қорқатындар болады екен. Қалай болады екен енді деп. Біз білмейміз кімнің жүрегінде не бар екенін. Біз ешкімнің жүрегіне кіріп сен осындайсың деп айтуға хақымыз жоқ. Бірақ Алла Тағала біледі. Алла Тағала сол жерде Мединаны 3 рет сілкіндіреді деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. 3 рет сілкінеді Медина. Соны Даджал істеп жатыр деп қорыққан жүрегінде күпірлік пен екіжүзділік барлардың барлығы өзі шығып барып қосылады дейді. Қарас. Ол да өзінің алатын үлесін алды. Бұл сынақтар. Алла Тағала сол Мединадан бір жігітті шығарады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтып отыр, сол замандағы адамдардың ең хайырлысы дейді. Хойрун наси ау мин хойрин наси дейді. Немесе ең хайырлыларының бірі дейді. Жалғыз өзі барады Даджалдың әскерінің қасына. Сосын келе жатқан кезде жендеттері күтіп алады. Қаруланған. Қайда барасың? Әлгілеріңе барам. Не, сен біздің Құдайымызды мойындамайсың ба? Ол маған Құдай емес ол. Сол жерде олар оны ұстап өлтірейін деп жатқан кезде іштерінде біреу айтады дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. Мынау ең сенімді хабарлардағы нәрселерді айтып отырмын да. Сонда жаңағы жендеттерінің бірі айтады екен. Бізге Раббымыз айтты ғой, яғни Даджалды айтып отыр. Менің рұқсатымсыз мен куә болмайынша ешкімді өлтірмеңдер деп. Сондықтан қасын алып барайық дейді. Алдына алып келеді да, мойындайсың ба мені Құдайың ретінде дейді. Яғни жаңағы Мединадан шыққандармен бірге бір соңғысы шығар деп тұр ғой. Мен сені әсте мойындамаймын дейді. Аллах Тағаланың елшісінің хадисінен оқығанмын Даджал дегеннің шығатын. Сол Даджалсың ғой сен дейді.
Байлаңдар мынаны дейді. Сөйтіп оны байлап, арқасынан да ішінен де бұт шытқып сабап ұрады. Әбден ұрып тастағаннан кейін, енді мойындайтын шығарсың дейді. Мүлде мойындамаймын дейді сені. Пайғамбарымыз айтқан дәджәл сенсің дейді. Сол кезде жаңағы жігіт, ей адамдар деп бүкіл адамдарға, мынау сол дәджәл ғой, Алла тағаланың елшісі сөйлеген, мынаған неге еріп жүрсіңдер, Раббыларыңа қайтыңдар деп сөйлеп отқан кезде дәджәл араласып айтады, ей адамдар, егер бұны қазір өлтірсем, сосын қайтадан тірілтсем, маған күдік ұстамайсыңдар ғой дейді. Ешқандай күдік болмайды, әрине дейді. Ана баланың, жігіттің сөзі әсер етіп кете ме деп қорқып жатыр да, адамдар қайтып кете ме деп. Сонда араны әкеңдер дейді. Жаңа жігіттің де сынағын көрдіңіз ғой, қандай болып отыр. Араны әкеліп тура басынан ортасына бөліп екі жаққа құлайды. Аралап өлтіреді. Сөйтіп жаңағы екі жақта жатқан денесінің ортасында жүреді дейді дәджәл бүйтіп. Тірілтем деп уәде берді ғой енді. Сонымен тұр дейді оған. Алла тағала бұйрық береді баланың, жігіттің тірілуіне. Жігіт қайтадан сап-сау болып тіріледі. Дәджәл мен істедім деп ойлап, ал енді мойындайтын шығарсың мені, айт бәріне деген кезде, бұрынғыдан бетер көзім жетті. Нағыз дәджәл екенсің өзің дейді. Сосын адамдарға қайтадан айтады, ей адамдар, Алланың елшісі ескерткен дәджәл осы ғой, қиямет сағатының белгілерінің бірі ретінде. Алламен ант етем, менімен істегеннен кейін ешкіммен бұны енді қайталай алмайды бол, істей алмайды болды. Деп, сөйтіп олар ұстаңдар бұны деп бағанағы жәннат пен тозақ деген бұлағы бар дедік қой өзен. Сол жәннат жағына қарай лақтырады оны. Өйткені ол от қой, соның ішіне өртеніп кетсін деп. Сол лақтырылған бетте Алла тағала оны жаңағы от болып лапылдап тұрған судың ішіне түсіреді. Сол жерде жаңағы несі құриды, бүкіл ісі. Енді халықты таңғалдыратын нәрселері бітті. Бұл жерде айтылатын бір мәселе, құрметті жамағат. Бұл дәджәл шыққанға дейін біздің өзің қазақтың ғұрпында бұл ежелден сақталған, бұны тажал деп атайды бізде. Тажал деген сол, одан басқа нәрсе емес ол. Бұл баяғыдан санада өмір сүріп келе жатқан ақиқат. Тек адамдар жаңа кеңес үкіметінен кейін біраз адасып қалды. Әр нәрсенің өзінің шын мәніндегі жаңағы атынан. Алла тағала қазір сол дәджәлға қарай дайындалу үшін бізді күллі әлемде не болып жатқан нәрсені көз алдыңа әкелетін телефонды жаратты. Бұл Алла тағаланың бұл телефонды жаратуы, бұл дәджәлдің азғыруына түспей тұрып, мына телефонды жеңіп үйрен деп жатыр. Әлеуметтік желіде адам қаншалаған нәрсе болып отыр қазір, мысалы әлеуметтік желіде. Күллі дүние, өзіңіз ойлаңыз. Бүгінден көріп келге барып жүрген адамдар оп-оңай ертіп алады. Егер дәл қазіргі халіміз біздің, қазіргі халіміз, өзіміздің елді алайық, басқа елге тиіспей қояйық, 18 миллион, 99-да 9% ергелі тұр дәджәлға. Оп-оңай. Сынақтары жаңа көріп тұрсыз қандай екен. Оның артынан ерткен өзінің жаңаға көріп келдік керек па? Бар азғыратын тәсілі. Басқасы керек па? Сәуегейлік керек па? Сиқыр керек па? Не керек? Күллі құралдардың қасына беріп қойған. Магнит сияқты, Алла тағала бізге мұқтаж емес, магнит сияқты сапасыздың бәрін жапсырып ал өзіңе деп. Болды. Сонда осындай сынақ болып тұр қазір. Қазір мысалы әлеуметтік желіге қаншалықты байланып жатырық. Сахабалардың біз телефонды қанша ұстасақ, олар Құранды сонша ұстаған. Біз Құранды онша ұстамаймыз ғой. Бір жақсы нәрсе көрем деп отырып, бір жаман нәрсені қарап отырған кездер жоқ па? Бүгінгі күндегі подписчик деген нәрсе не? Кімде қандай ауру бар? Қай тақырыптың ауруы бар, немесе қай тақырыпқа әлсіздік бар? Сол тақырыптың подписчигісің, дұрыс па? Дәджәл келеді, өзінің подписчиктерін жинайды, болды. Болды. Басқа нәрсе жоқ ол жерде. Алла тағала ешкімге мұқтаж емес. Пайғамбарымыз салсам айтып отыр. Дәджәлдің шыққанын естігенде оған қарай жолығуға бармаңдар дейді. Шаман келсе алыс жүр дейді. Ан жаққа келдіресе ана жаққа кет. Сондай көп адамдар өзінің әлсіздігінен тауларға тығылады. Пайғамбарымыз салсам айтқандай кім Әл-Кахф сүресінің әуелгі 10 аятын жадына сақтаса,
Өйткені 10 аяттың 10-шы аяты үңгірдегілердің қиссасын бастайды. Үңгірге тығыл деген сөз. Өйткені мен бүгін телефонды жеңе алмаған адам үңгірге тығылудан басқа амалым жоқ менің. Ол жерден тауып алса белгісіз не болатыны. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтып отыр. Оның шыққанын естіген кезде алыс жүріңдер. Өйткені сендердің біреулерің мен мұъминмін деп онымен кездесуге барады. Сөйтіп ол оның ойын солай өзгертетін құбылыстар жасайды дейді. Қараңыздар. Міне. Философия ма тағы бірдеңкені салып жіберген кезде сөйтіп әп-сәтте жаңағы мұъминмін деп тұрған кісі артынан еріп кетеді дейді. Пайғамбарымыздың сөзі саллаллаху алейхи вассалам. Болды. Не үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге айтады? Рахымды пайғамбар. Біз одан рахымды бола алмаймыз. Айтпаса ол кісі айтпау керек еді ондай сөзді. Бірақ не үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам андай сөзді айтады? Мысалы, сендердің біреулеріңнің көкірегі өлеңге толғанша дейді, қараңыздар. Жазылмайтын іріңді кеселге толғаны жақсырақ болар еді дейді. Өйткені кесел күнәңнен тазартады, дәрежеңді көтереді. Қараңыз не айтып отыр? Айтпаса сол кісі айтпау керек еді бұл сөзді. Сендердің біреулеріңнің көкіректерің өлеңге толғанша. Құранның орнына кіріп алған. Тамақ пісіріп жүрсе де соны айтады. Неге Құран айтпасқа? Бала әл десе де сондай нәрселер. Ол мәселе дәстүрдегі жаңа бір мағыналы нәрселерге қатысты нәрсе емес. Кімнің сол өлеңге көкірегі толса дейді, оның орнына жазылмайтын бір іріңді кеселге толғаны қайырлы болар еді дейді.